дедім камера тұр, иә? Неде? Соққан Иә, соққан ғой. Келген кезде не мазалап еді сіз? Қай жеріңіз ауырып еді, қай жерде ауырып қалды? Сол туралы айтып отырсыз. келген кезде негізі жүктілік кезінде 5 айдан кейін қабырға жауырын жақ тартып ауыратын. Салмақ түскеннен кейін 1-2 сағат отырғаннан кейін уже ашып бастайды, отыра алмаймын, жатқым келеді, сондай 9 айға дейін сол мазалады негізі. Босанғаныңызға неше ай болды? 3 ай. Босанғаныңа 3 ай. 3 айдан кейін келдіңіз. Жан бас жағыңыз, бел жағыңыз мазалады? Андай аяқ көп ауырлық көтеріп қалсаңыз, еңкейсеңіз, бел жағыңыз, үйді сыпырғанда немесе ондай тірліктер жоқ қой енді андай не қылатын бет ауылда бөлмешеде тұрған кезде жеңіл тірліктер ғой. Сол үшін ондай байқамас ол. Неге жүктілік кезде ғана. Жүктілік кезде. Мазалады ол біріншісінде де екіншісінде де сол қайталанғаннан кейін. Емнен кейін қандай нәтиже көрдіңіз? Емнен кейін жеңілдік қой. Кішкене енді сутулысть бар екенін білесің да, бірақ көтеретінім келеді. Мына жақта жібермей тұрады екен ғой. Қазір уже иығымды көтеріп, еркін солай жүресің да, рахат, бір жеңілдік сезімі. Енді денсаулық бірінші байлық дей ма, уже денсаулығыма мән беріп бастағаннан кейін басқа да сфераларға әсер етеді екен. Рахмет. Келіңіздер, бәріне айтып жүремін. Рахмет. Сізге де